Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде Финбридж жаңалықтары, студияда Жібек Сейсен. Финбридж мектебінде ұлы қазақ өнерін дәріптеп жүрген тұлғалар мен оқушылардың кездесуі өтті. Өнерлі тұлғалар өз білгендерін жастарға көрсете отырып, өнерді жанымен сүйген жандар балаларды да осы өнерге тартып, іштегі қызығушылықтарын оятуға тырысты. Қазақ өнерінің ұлылығын асқақтатқан ғажап аспап шеберлері бір мектептің ішінде жиналып, шығармашылықтармен бөлісті. Мектебіміздің жауапты тұлғаларымен өткізілген осы кеште балаларға өнерлі жандарды таныстырып, өнердің құнды қырларымен бөліскен дәстүр маманы Майра Ормалдаева өз даусымен әрі өнермен қаншама елді таңғалдырған домбыраны қолына алып, ән салған қонақтар оқушылардың зор қошеметіне бөленді. Әр өнердің соңында балалар да тұлғаның аспабы туралы сұрап, өзінің өнерге қалай келгенін, қандай шерлерге барғаны туралы қызықты сұрақтар қойып отырды. Үнсіз өнерде өнер дегендей, сахнаға Фараб би ансамблінің көркем бишісі өнерін көрсетті. Соңына қарай жастарды өнермен тамсантқан, даусымен жан тебіренткен өнер маманы Абылайхан Оспанов өнерін көрсетіп, бір емес бірнеше ән шырқап, домбырада да ойнап үлгерді. Өнерлі болсаң, өмірін алар сыбаған бол деген. Өнерде жүргенімізге көп жылдар болды. Жалпы анамның анасы Сурып Салмақын болған. Сол Сурып Салмақын, бірақ ол ақындық өнері маған қонбады. Өзде ақындық өнері дәріптеу деген болмаған, дегенмен де өнер жерде жатпайды. Домалаққа барғанда ауылдың алтауызын айтып, көп деген ағайын туысқандарға, құда жекжаттарға, келген қонақтарға арнау айтып жүрген. Сол үшін де мен ойлаймын, қазір Мәскеуде қазақ өнерін насихаттап, Москваның ОРТ бағдарламасынан Польшуде, Слава за минуту, көптеген бағдарламаларына шықтым мен. Сол себепті ол да үлкен жетістік. Бүгінгі кештің қонағы әрі жүргізушісі болған Майра Ормалдаева оқушы жастардың талабына оң бағасын беруде. Себебі әрбір айтылған сөзге мән беріп тыңдап, көкейінде туындаған сұрақтарын мұқалмастан қоя білді дейді. Қызықты сұрақтар болды. Себебі дәл қазіргі қоғамға сай қолына ұстаған аспабының қаншалықты оған жақын екендігін, аспабының қаншалықты құдіреттілігін білгісі келген маған ұнады жалпы негізі. Жалпы қазіргі оқушылардың өнерге деген құштарлығы сізге ұнап жатыр ма, қалай ойлайсыз? Ол өнер жалпы кез келген адамға беріле бермейді. Ол да анау төбеден келетін бір керемет, сондай бір дарын. Өзі айтады ғой, Құдай мысалы қасиеттілікті 3% берсе, қалғанның барлығы еңбекпен келеді екен. Ары қарай оны жетілдіру. Бүгінгі кездесуде оқушылардың бір жүрегіне бір титтей де болса шамшырақ бір оты жағылды деп ойлаймын. Айта кетейік, бүгінгі өткен өнер адамдарымен кездесу шарасын ұйымдастырудағы мақсат оқушылардың іште тұнып жатқан дарындарын ояту және өмірде өзіндік жетістіктерге жеткен жандармен кездесіп, оларға сұрақтарын қою арқылы өз жолдарын табу болды. 1 наурыз алғыс айту күні мерекесі мектебімізде ерекше аталып өтуде. Таңертеңнен бастап мектеп фойесінде дастархан жайылып, оқушылар ұлттық киімдерін киіп, көктемнің алғашқы мерекесін бір-біріне алғыс айтып бастады. 1 наурыз алғыс айту күніне орай Финбридж Райхан мектебінің 11-ші сынып оқушылары мен жетекшілерінің ұйымдастыруымен мерекелік шара өтті. Көктемнің алғашқы мерекесіне орай мектеп фойесінде дастархан жайылып, қонақтарға ұлттық тағамдар ұсынылды. Алғыс айту күні құтты болсын. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогает
помогает нам в этой школе развиваться, помогает нам достичь самого лучшего будущего для нас. Хочу сказать спасибо администрации школы. И я надеюсь, и также учителям, и персоналу нашей школы, также ученикам, которые создают самую лучшую атмосферу для нас. Я надеюсь, что с каждым днем у нас будет все больше поводов благодарить друг друга. И каждый день мы будем начинать с улыбкой и говорить спасибо друг другу, и говорить о том, как мы для друг друга на самом деле важны. Спасибо большое для всех, и я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Шара барысында оқушылар мен ұстаздар бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, ризашылықтарын жеткізді. Мектептің академиялық директоры Бану Леспек қызы барша қатысушыларды мерекемен құттықтап, алғыс айтудың маңыздылығына тоқталды. Құрметті оқушылар, бүгінгі келіп жеткен алғыс күні құтты болсын барлықтарыңызға. Бүгінгі бірінші осы бір керемет мерекені сіздермен бірге бірінші рет осы мектепке келгелі тойлап жатырмын. Барлықтарыңызға рахмет, ұжымның осындай ұжымдылығына рахмет, сыйластықтарыңызға рахмет, оқушылардың осындай тәртіпті және өнегелі болып өсіп келе жатқанына, білім сусынмен маңыздалып келе жатқанына көп рахмет. Ізгі ниетпен Бану Леспек қызы, сіздерді барлықтарыңызды жақсы көреді. Мерекелік іс-шара көтеріңкі көңіл күй мен шынайы алғыстарға толы болды. Мұғалімдер мен оқушылар бір-біріне ризашылықтарын білдіріп, көктемнің алғашқы мерекесін ерекше ықыласпен атап өтті. Мектебімізде ұлттық спорт түрлерін дәріптеу мақсатында асық ату, ләңгі тебу, арқан тартыс және садақ атудан сайыс өтті. Бұл жарысты дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері ұйымдастырып, оқушылардың қызығушылығын арттырды. Алдымен оқушылар асық ату бойынша өзара бақ сынасты. Асық ату ойынына қатысушылар дәлдік пен мергендіктерін шыңдады. Оқушылар арнайы дайындалған шеңберде орналасқан нысандарда көздеп бір-бірімен бақ сынасты. Жарыс барысында асықты дұрыс ату техникасын меңгерген қатысушылар жоғары нәтиже көрсетіп, жеңімпаз атанды. Ұлдар асық атып сынасса, қыз балалар бестас ұлттық ойынын ойнады. Ойынның ережесімен толық таныстыру үшін көмекке академиялық директор Бану Леспек қызы келді. Қол ептілігін, икемділікті шыңдайтын ойында оқушы қыздар толық танысып шықты. Арқан тартыс сайысында оқушылар топқа бөлініп, күш пен бірлікті сынады. Әр команда тактикалық әдістерді пайдаланып жеңіске жетуге тырысты. Шара барысында оқушылардың жігері мен ұйымшылдығы байқалып, көрермендер ерекше қолдау көрсетті. Одан әрі оқушылар ләңгі тепті. Бұл сайыста оқушылар аяқтың ептілігін сынап, ләңгіні мүмкіндігінше ұзақ уақыт жерге түсірмей ұстауға тырысты. Бұл ойын қатысушылардың үйлесімді қимыл қозғалысы мен шапшаңды қабілеттерін дамытуға септігін тигізді. Сайыстың ең қызықты кезеңдерінің бірі садақ ату жарысы болды. Қатысушылар садақты дұрыс керіп, нысанына дәл көздеуге тырысты. Бұл сайыс оқушылардың мергендік, зейін және тыныс бақылау қабілеттерін дамытты. Ұлттық рух пен спорттық жарыстың маңыздылығы. Бұл сайыстар оқушылардың ұлттық спорт түрлеріне деген қызығушылығын арттырып, олардың физикалық дайындығын жақсартуға ықпал етті. Бүгінге айтарымыз осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.